Біз ең соңғы қазақпыз. Бізден кейін қазақ болмайды. Зұлым, жауыз Тоқаев Қарағытайды қаптатып, қазақ халқын жер бетінен мәңгілік және түбегейлі жойып жібермекші. Қарағытай 1,5 миллиард халық. Жер бетінде ешқандай мемлекет олармен визасыз режим орнатқан жоқ. Қарағытай бір халық, бір қауым емес. Ол біз сияқты мыңдаған халықтарды жұтып алып, өсіп көбейген халық. Ол барған жерін қырып жойып, жоқшылыққа, кедейшілікке, аштыққа, соғысқа, қырғынға ұрындырып, бүкіл өзі барған жердің халқын өзіне кіріптар қылып, қызын құл, күң қылып, ұлын сойып боршалап, бауыр бүйрегін сатып алатын орта жасайды. Қытай жаулап алған оңтүстік шығыс Азия есірткінің отанына айналды. Жезөкшеліктің отанына айналды. Қытай жаулап алған оңтүстік Америка әлемдегі ең үлкен қылмыстық орталықтарға айналды. Қытай Қазақстанға визасыз кірсе, қазақ халқы жер бетінен жойылып кетеді. Тарихта қазақты миллиондап қырып, ешкімде жоя алмаған. Біздің соңғы нүктемізді мына жауыз Тоқаев қоймақшы. Қазаққа зұлымдық жасауда Тоқаевтан өткен ешкім жоқ.